Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 35-ші сабақ мәдени мұра дегеніміз не, сөйлемнің дара және күрделі мүшелері. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта берілген сурет арқылы мәтіннің мазмұнын болжай аламыз, мәтіннен күрделі мүшелерді табуды үйренеміз. 12-ші жаттығу. Суреттерде не бейнеленген, ол қай қалада орналасқан дейді. Сұрақтарыңа берген жауабыңның дұрыстығын дәлелде дейді. Міне балалар, назар аударамыз. Суретте Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен тайқазан бейнеленген. Ол Түркістан қаласында орналасқан. 13-ші жаттығу. Мәтінді мұқият тыңда. Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі көне сәулет ескерткіштерінің бірі. Ол бүкіл әлемдік мұра тізіміне енген. Кесенені салуға Әмір Темір бұйрық берген. Кесененің қабырғалары биік, үлкен шаршы бөлме. Оның ортасында үлкен тайқазан бар. Тайқазан бірлік пен қонақжайлылық белгісі. Оның диаметрі 2 метрден асады. Салмағы 2 тонна. Мәтіннің алғашқы 3 сөйлемін көшіріп жазып, ондағы сөйлем мүшелерінің қайсысы дара, қайсысы күрделі екенін анықта дейді. Міне балалар, алғашқы 3 сөйлемін көшірдік және күрделі мүшелерді жазып шықтық, иә? Және ол қалған мүшелер, олар дара мүшелер болады. Келесі 14-ші жаттығу. Төмендегі графикалық модельді басшылыққа алып, ішінде күрделі мүшесі бар сөйлем құра дейді. Қараңыздар, мына жерде кім, кімнің, қашан, несін, қандай, не істеді деген сұрақты басшылыққа аламыз да, біз мынандай сөйлем құрадық. Айнұр кеше Бердібек Соқпақбаевтың қызықты кітабын сатып алды дедік. Бұл жерде бізде күрделі мүше Бердібек Соқпақбаев, күрделі анықтауыш және сатып алды. Күрделі баяндауыш не істеді. Келесі 15-ші жаттығу. Дара және күрделі мүшелерді соларға сай келетін сөздермен сәйкестендір дейді. Міне балалар, дара мүшелерге қай сөйлемдер және күрделі мүшелерге қай сөйлемдер жататынын жазып қойдық. Келесі 16-шы жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Суреттерге қара, қайсысы табиғи мұраға, қайсысы мәдени мұраға жатады дейді. Суреттерге назар аударамыз. Табиғи мұра, ол таңбалы тас петроглифтері, шарын шатқалы. Ал мәдени мұраға Қожа Ахмет Яссауи кесенесі және алтын адам мүсіні жатады. Оқимыз. ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұрасына Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі, таңбалы тас петроглифтері, таңбалы тастары, Сарыарқа даласы мен солтүстік Қазақстан көлдері, жібек жол мен батыс Тянь-Шань таулары енді дейді. Енді тапсырма. Дерек көздерден бүкіл әлемдік мұра нысаны болып табылатын Қазақстанның тарихи ескерткіштері туралы ақпарат тауып тізімін жаса дейді. Міне балалар, біздер ғаламтор желісінен осындай ақпарат алдық. Яғни ЮНЕСКО-ның тізіміне Қазақстанның 10 тарихи ескерткіші мен 3 рухани мұрасы енгізілген екен, және олар туралы жазып қойдық. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.